Дональд Трамп америкалық саясаткерлердің ұяттысы. Көптеген жылдар бойы ақш президенттері түрлі мемлекеттік қызметтерді атқарған адамдар болды. Байден, Клинтон, Обама, Буш, Рейган бұл тұлғалар алдымен мансап сатысымен көтеріліп, біртіндеп маңызды сайланған лауазымдарға ие болды да, содан кейін президент болды. Дональд Трамп ешқашан губернатор, қала әкімі немесе сенатор болған жоқ. Ол ешқандай мемлекеттік немесе сайланған қызметті атқарған жоқ. Бірақ ол бірден президент болды. Өйткені бүкіл өмірін мемлекеттік қызметте өткізген америкалық саясаткерлер Америка дағдарысын шеше алмайды. Оны ешкім шеше алмайды. Екі партия, республикалықтарда, демократтарда. Содан кейін америкалық халық бизнесменді саясаткер емес, президент етіп сайлады. Ол жағдайды түзетеді деп үміттенді. Сондықтан Трамп барлық ақш саясаткерлерінің ұяттысы. Республикалықтарда, демократтарда, бәрі. Бірақ Трамп өзі де дағдарысты шеше алмайды.